Кәсіпкерлер құқығы тапталмау қажет. Елімізде былтыр 7,5 мыңға жуық кәсіпкер құқық қорғалған. Оған прокуратураның жедел топ қызметкерлерінің нәтижелі жұмыс жасауы себеп болып отыр. Осыған орай бүгін бас прокуратурада кәсіпкерлерге қолдау көрсету аясында әр өңірмен бейне конференция ұйымдастырылып, өзекті мәселелердің шешімін табуға қатысты кеңес өткізілді. Статистика мәліметтері бойынша өткен жылы кәсіпкерлікті дамытуға кедергі келтіруге байланысты 1200-ден аса тексерулер жүргізіліп, 15 мыңнан астам заң бұзушылық анықталған. Ол туралы бас прокуратурада өткен бизнестің жүйелік проблемасын шешу жөнінде өңірлермен өткізілген бейне конференцияда белгілі болды. Жиында кәсіпкерлердің жекелеген арыздары мен өтініштері жан-жақты талқыланды. Мамандар бұл тұста жер телімдерін, кәсіпкерлікті өркендетуге тосқауыл болатын жағдайдың ушығып тұрғандығын айтты. 2012 жылы жалпы 7,5 мыңнан астам кәсіпкердің конституциялық құқықтары қорғалды. Мыңнан астам адам түрлі жауапкершілікке тартылған. Бүгінгі біздің көздеп отырған басты мақсатымыз еліміздің әр азаматы шағын және орта бизнесін өркендетуге еш кедергі болмау қажет. Біз осы тұрғыда жаппай жұмыс істеуіміз керек. Әлде кәсіпкерлер үшін жер телімдерін иелену құқығы өзекті проблемалардың бірі болып қала бермек. Тіпті жерді жалға алу жайлы ақпарат алудың өзі қиынға соғады дейді мамандар. Тұшымды жауап ала алмаған азаматтар бизнесін өрге домалатудың орнына керісінше тұралап тұр. Негізгі мақсат елбасының тапсырып отқандай кәсіпкердің мүддесін қорғау. Мемлекет органдары кәсіпкердің арасындағы өзінің істеп жатқан тірлігі ашық емес, әсіресе мына жер саласында. Елбасы айтты, мемлекеттік қызмет деген халыққа қызмет көрсету керек деп түсіну керек. Ал көрсеңіздер қызмет емес, қысым көрсетілу болып жатыр. Прокурорлар және бизнестің қоғамдық ұйымдар өкілдерінің қатысуымен өткен бейне конференция не нәрсенің заң талабына сай жасалуға қажет екендігін аңғартады. Және ол тек есеп үшін емес, нақты нәтижеге қол жеткізу үшін ұйымдастырылуда. Прокурорлардың айтуынша, өңірлерде жеке кәсіпкерлікке кедергі келтіргендердің барлығы жазаға тартылатын болады. Эльдар Бақпаев, Бақтияр Заев, 24 TZ.